Сәлем менің YouTube көрермендерім, амансыздар ма? Қалдеріңіз қалай? Мен сіздермен бүгін керемет, денсаулыққа пайдасы бар, табиғи жолда емделу керек бір жолын көрсеткім келіп отыр. Ол бізде менің бақшамда өседі. Және мен басқа жерден алмаймын оны, тек қана өз бақшамнан. Мен білемін, что менің бақшам таза. Сол себептен аяқ баспайтын жерлерде осылай бақ гүлін сіздерге мен таныстырғым келіп отыр. Және денсаулыққа қандай пайдасы бар екен сіздерге айтқым келіп отыр. Сіздерге көрсетейін. Мынау міне бақ гүлі. Осы гүлдерден керемет емдік шөп жасап ішетін боламыз. Пайдасы өте керемет. Қазір мен теріп аламын да сіздерге үйге барып қазір қалай жасау керек екен, қалай ішу керек екенін жақсылап айтып түсіндіретін боламын. Ал оқырмандарым, мен сіздерге әдейілеп көрсетейінші деп міне толтырып жинап алып келдім. Яғни өзіме бұл қысқыға деп сақтап қоямын. Бұның барлығын мен қазір жуып, жақсылап, міне осындай жапырақтарына дейін алыңыздар міне. Бұның тамырларына дейін өте пайдалы. Осының барлығын жуып, газеттің үстіне жайып, көлеңкеде сушить етіңіздер. Көлеңкеде кептіріңіздер. Яғни терезеден күн түсіп тұрса болғаны, соған сушить етіңіздер. Күннің қақаған өзіне жасамаңыздар. Ыстық, бірақ көлеңке жерде кептіріңіздер. Мен, например, екінші этажға бөлмеге апарамын да, газетке жаямын да, терезенің ыстығына, көлеңкесіне жаңағыдай түсіп ыссы болу керек қой, соған кептіретін боламын. Бұның барлығы жуылып, кептіріліп, мен қуратып кофемолкадан өткіземін. Егер сізде кофемолка болмаса, қолмен де жасаңыздар. Шай қылып, бір ыдысқа салып қоямын. Қыстай мен бүткіл асқазанымды, печенімді, өт жолдарын, отбасымдікін тазартып отырамын. Бұл Алла тағаланың берген біздерге емдік шөптері. Бізде қазақ елінде, байтақ жерімізде көптеген шөптер бар. Оның барлығы пайдалы. Көрермендерім, менің өзімнің бақшамда неше түрлі шөптер бар. Бұның барлығы пайдалы. Мен барлығын пайдасын білемін. Бұның пайдасын, емдік қасиетін Қытай бұрын біршама ғасырлар бойы дәлелдеп тастаған. Сол себептен мен қазір жуып қойдым, міне жуған өзіме қазір настой жасап ішетін боламын. Күнде ішіп жүрмін. Міне былай саламыз. Үстіне ыстық су құямын. Міне үстіне ыстық су құямын да, мен бұны таңертең, әдетте, кеште, тамақтан бұрын, 20 минут бұрын ішетін боламын. Ішетін боламын. Бетін жауып қоясыздар. Мен барлығын жазып қоям. Бұрын алдыңғы видеоларымда салған емдік шөптерінің барлығы мен осы кітапшамда жазылып тұрады. Қандайға ем, қалай барлығына өзіме пайдасы тиісін деп, өзім себебі пайдасын көріп отырмын. Мен өзім былтырда видео сіздерге салған болатынмын YouTube каналымда, алдыңғы каналдарымды, видеоларымды қарасаңыздар болады. Лапух жапырағы, яғни түйе жапырақтан мен өзімнің язва желудкамды емдеген болатынмын. Мен сіздерге соның барлығын салған болатынмын. Мен өзім шланг жұтқанда асқазанда язва деді. Аллаға шүкір, мен оны бір 3 айдың ішінде, май, июльдің ішінде мен асқазанымды құлан таза айықтып алдым. Енді бұл бақ гүлі, яғни бұл деген адуванчик дейді, орысша адуванчик. Бұл бауырға ем, қыздар, бауырға. Бауырды мына жерінде үгірей шығып кетті. Мен оны білем резко. Неден? Себебі ол бауырдың аурудың белгісі. Мен осыны бауырды ішіп тазалап жүрмін. Ішек жолдарымды, 12 ішектің барлығын тазартады. Құрт, егер құртыңыз болса, барлығын тазартып, ішіңіз таза болса, ажарлана түсесіздер. Әйел адамдар, ер адамдар күшті боласыздар. Сол себептен міндетті түрде сезон мезгілінде пайдаланып қалыңыздар. Ал егер қыста болмайды десеңіздер, міне осылай алыңыздар, сушить етіңіздер. Бұл сухой аптекада да сатады. Соны да алып ішсеңіздер болады. Сол себептен бұл егер кімде давление болса, міне давление кімде бар, ол давлениеңіз түсіреді. Бұл шөп өте жақсы көмектеседі. Қаныңызды тазартады. Қанды тазартып тұрыңыздар. Үнемі осы шөпті ішіп тұрыңыздар. Енді өт жолын тазалайтын айттым, бауыр дедім, асқазан, ішек барлығына пайдалы екенін сіздерге айттым. Міне бұл тұрады. Міне тұрды дейік те. Жарты сағат тұрды дейік. Жарты сағаттан кейін бір бокалын аламын да, мен міндетті түрде осыны ішетін боламын. Шай қылып та ішесіздер,
өзіңіз білесіздер, негізі шайдың білесіздер зияны көп екенін, сол себептен осыны жасап іше беріңіздер. Сіздерге ем болсыншы. Егер сіздерге менің видеом ұнаған болса, соңына дейін қараңыздар. Егер менің видеом ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, маған подписка жасап, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерге алдағы видеомда көріну үшін колокольчикті басып қойыңыздар. Себебі мен алдағы видеода қандай видео салатынымды айта кетейін. Сіздерден осы бақбақ гүлінен буын ауруларына, бел ауруларына қалай сироп жасайтын сіздерге видео қылып салып кететін боламын. Менің анама осылай жасап беремін. Себебі менің анамның анасы бұрын жарықтық тірі болғанда осының барлығын өзі пайдаланған болатын. Буындарына жағып кетіп рахатын көріп жүрдім. Енді мен әрине көргенді істейміз. Сол себептен барлығын оқып, қарап, тщательно маған көмегі бір күнде көмектесті ғой. Бұның сиропы мына буын ауруларына, аяқ сырқырағанда үлкен кісілер ауырады ғой. Қалай көмектесіп бір күнде маған результатын берді. Сенесіздер ме? Соны мен алдағы видеода салатын боламын. Мені қарап отырыңыздар. Комментарий жазып қойыңыздар, және колокольчик тың-тың деп бассаңыздар, келесі видеом сіздерге автоматты түрде шығып отыратыны. Бірақ видеоның соңына дейін қараңыздар. Ішіп көрейік. Дәмі де керемет. Дәмі де өше күшті. Өзіңе приятно ішкенде деген ем болсын оқырмандар. Ауырмаңыздар. Көрермендерім менің, YouTube көрермендерім менің, барлығы сіздер үшін мені қолдап кеттіңіздер. Сау болыңыздар. Ем болсын, ауырмаңыздар.